өтеміз. Тақтаға қараңыздар. Түс туралы түсінік, қыл қаламмен жұмыс, жылы және суық түстер. Бүгінгі сабақтың мақсаты түс туралы жалпы түсінік алу. Одан кейін осы түстерді шығаруда біз қыл қаламмен жұмыс жасаймыз. Қыл қаламның қандай түрлері бар екендігін. Одан кейін онымен жұмыс жасау, жылы және суық түстерді осы өзіміз қолданып қалай шығатындығын түсіну. Және бастауыш сыныптарда түстерді түсіндіру, оларды 1-4 класстарда жас ерекшеліктеріне, жеке ерекшеліктеріне қарай отырып, оқушылармен түстерді таңдап үйрету, одан кейін қыл қаламмен жұмыс істеуді үйрету болып табылады. Күтілетін нәтиже бастауыш сыныптарда осы түстердің және қыл қаламның бейнелеу өнерінде ұстайтын орны және оларды қолданып білуге үйрету болады екен. Бүгінгі сабағымыздағы осы түстермен танысу туралы айтатын болсақ, біздер түстерді таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап, көзіміз ұйқыға кеткенше мың сан екі түрлі түстерді кездестіреміз. Осы түстер біздер кейде олардың қандай түс екенін, бір-бірінен қандай айырмашылығы бар екеніне мән беріп те жатпаймыз. Жалпы табиғатта түстердің, түстің жалпы бірінші пайда болуына қарай отырып, екі түрлі түс бар. Ахроматикалық және хроматикалық түстер деп айтамыз. Хроматикалық түстер олар боялған түстер, ал ахроматикалық түстер олар өзі табиғи түстер, ақ, қара және қоңыр түстер болады екен. Келіңіздер, біздер қазір сіздермен осы түстердің, енді біз бастауыш сынып мұғалімдері боламыз, оларды қазір 3 түрлі тілділікте оқытып жатырмыз. Осы түстердің біз орыс және ағылшын тіліндегі атауларын атап өтейік. Келіңіздер, бірінші топ осы ахроматикалық түстерді атаңызшы. Мен айтып тұрайын, сіздер бірге формен да. Ақ, белый, white. Қара, черный, black. Өте белсенді, жақсы, дұрыс айтуға үйренуіміз керек та. Қазір әрқайсымыз жамырап жатырмыз. Балдардан да солай айтуды талап етеміз. Қазір жарайсыздар, екінші топ қалай айту керек екенін көрсетіп қойыңыздаршы. Хроматикалық түстердің сарыдан бастаймыз. Бірінші қазақша, екінші орысша, үшінші ағылшында. Топ сияқты айтыңыз, бастаймыз. Сары, желтый, yellow, қызыл, красный, red, көк, синий, blue. Жарайсыңыздар. Осы үш түс бізде ең негізгі түстер болып келеді екен. Бұл хроматикалық түстер. Осы үш түстің қосылуынан біздің жан-жағымызда қоршаған дүниедегі барлық басқа қосымша түстер келіп шығады екен. Қолымызда қазір біздің қағаз бар және қыл қаламдар бар. Алдымыздағы ашылған акварель краскалардан, бояулардан біз жоғарыда айтылған, мен айтып отырам, сіздер сол түстерді, қосымша түстерді өздеріңіз шығарасыңыздар. Қызыл түс пен сары түстің қосындысын қалай шығарамыз? Енді жұмыс қалай жасаймыз? Біз қызыл түстен қыл қаламның ұшын ғана, аздап ғана қыл қаламды қызыл түске батырып аламыз да. Одан кейін қасына қандай түсті қосамыз үстіне? Сары түсті қосамыз. Қандай түс шықты айтып отырамыз? Негізі біз қазір қағазға орындап жатырмыз, бұны палитрада орындайды. Оранжевый түс. Оранжевый. Қандай түс? Қызғылт, сары.
егер біз мына жерде қызылды аз ғана қостық, басында не қылдық қой, айттық қой да, аз ғана қосамыз дедік. Ал енді егер қызылды көбірек қоссақ қандай түс пайда болады екен? Қыздар, алып қарайықшы. Қызыл түсті көбірек қосамыз да, сары түсті аз ғана қосамыз. Қандай түс пайда болды? Қостық па? Жасадық па? Так, енді екінші көк түс пен сары түсті қосамыз. Көк түсті аз ғана аламыз. Аз мөлшерде аламыз. Қандай түс пайда болды, қыздар? Жасыл түс пайда болды. Енді үшінші түсіміз көк түске қызыл түсті қосамыз. Көк түске қызыл түсті қосамыз. Сонда күлгін түс пайда болады. Шықты ма? Қараймыз. Қоңыр түс шығып кетті. Неге? Себебі біз қызыл түсті көп алдық. Белгілі мөлшерде алуымыз керек. Түстің құсып кету себебі бір түсті екінші түске қосып жатқанда екеуі бір мөлшерде болу керек. Егер біздің түсіміз құсып жатқан болса, онда үшінші түстің шығуына байланысты, үшінші түстің араласып кетуіне байланысты түстері түсініксіз болып жатыр. Сізде қоңыр түс пайда болды бірінші топта. Осы түстердің енді біз қызыл түс пен сары түсті қосқанда бізде қызыл сары түс пайда болды. Осы түстердің, негізгі түстердің басқа түске түрленуін біз ренг деп атайды екенбіз. Бір түстің бірнеше түрге түрленуі ренг деп атайтын болса, ол реңкті қалай шығарамыз? Мен жаңа бір ғана мысал келтірдім. Қызыл түсті аз мөлшерде алып, сары түсті аз мөлшерде алып қосқанда қызғылт сары түсті шықты. Ал қызылды көбірек алып, сарыны мөлшерінен, алдыңғы алған мөлшерден сәл кішкене көбірек алып араластырғанда, ол жерде мүлде басқа түс пайда болды. Қызыл түс көбірек пайда болды. Демек, бізде түстердің түрленуі бұл ренг деп айтылады екен. Олар бір түрден бірнеше түрге қарай түрленуі осы ренг деп айтылады. Немесе бізде оларды осы табиғатта бір-бірімен үйлесуі арқылы. Міне жаңа біз айттық, тек қана екі түсті ғана қосып шығарып отырмыз. Негізінде кәсіпқой суретшілер бір түстің бірнеше түстерді, екі емес, екіден, үштен көп түстерді де араластырып түс шығарады. Және олардың сол түсті реңктің шығаруына байланысты олардың шығармалары әртүрлі жаңағы жақсы үйлесім тауып отырады. Біздің жоғарыда айтылып отырған жаңағы негізгі түстеріміз табиғатта жақсы үйлесім тапқан. Мысалға біз алатын болсақ көктем. Көктем мезгілінде қайсы түс көбірек болады? Жасыл, көк, бұлттар ақ түске енеді, жан жақтың бәрі жасыл. Ал күздің кезінде ше?
Сол жаңағы айтқан жасыл жапырақтың барлығы асқа түске енеді екен. Жасыл сарыға, қызылға, күлгін түске, қызыл, жасыл, сары түстерге, әртүрлі түстерге айналып отырады. Сонда қарайтын болсақ, біздер осы түстердің бір түстен екінші түске ауысып, жаңағы түстердің барлығы бір-біріне ауысып отыратындықтан біз осы түстерді жылы және суық түстер деп атауымызға болады екен. Мысалға, көктемде, күзде жылы түстер өте көп болады. А жазда ше? Жазда қандай түстерді кездестіреміз? Міне көріп тұрғанымыздай түрлі түсті гүлдерді кездестіріп тұрмыз. Ал бұлар қандай бізге сезім пайда етеді? Жылылық, сезімдер, қуаныш пайда етеді. Солай ма? Гүлді көрсек, мысалға, мынау қандай гүл деп қараймыз? Қызыл, раушан гүлі да. Ал осыны біз ең қуанышты сәттерінде, туылған күнде, тойларда, өзінің белгілі бір күндерін, сәттерін белгілеп жатқан адамға сыйлық ретінде тартамыз да. Сонда қуаныш сыйлаймыз. Демек, әрбір түс адамға өзінше бір қуаныш сыйлайды. Демек, түстердің, мына үш түстің біз кездестірген түстерімізде өте көп қуаныш сезімдері пайда болғандықтан біз оларды қандай түстер деп атаймыз? Жылы түстер деп атайды екенбіз. Ал түстер қыста қандай болады? Бізде қыста, қазір қыспен қоштасып жатырмыз. Көгілдір, ақшыл, қара, сұр светтер пайда түстер кездеседі. Немесе қарап отыратын болсақ, суық түстер қыс деген кезде барлық адам тоңу, жабырқау, сондай сезімдерді басынан өткізеді. Немесе сол кезде кездесетін түстердің өзі бізге суық сезімдерді пайда етеді. Суық түстер болады екен. Енді осы түстерді біз жаңа қолымызда келтірген, қолымызда ұстаған кезімізде, қолымыздан ұстап өзіміз сол түстерді пайда еткен кезімізде біз қайсы жаңа бейнелеу құралыменен пайдаландық? Қыл қаламмен. Біздің қолымызда мынау ең кішкентай размердегі қыл қалам. Бұл күнделікті балдар мектепте сурет салудағы пайдаланатын қыл қаламы. Ал енді қыл қаламның түрлері өте көп. Олардың ұштары жалпақ болып келеді, кейбіреулерінің ұштары мынадай болып, кейбіреулерінің ұшы домалақ болып келеді, кейбіреулерінің ұшы сүйір болып келеді. Демек, қыл қаламның түрлеріне қарай отырып, біз оның қажетті жерлеріне қолданады екенбіз. Сүйір болып келген жерлерін, салып отқан суреттеріміздің нәзік ұштарын, шеткі сызықтарын белгілеуге, жалпақ болып келген үлкен салып отқан суретіміздің үлкен жерлерін бояп, суреттің бейнелеп мүмкіншілігіне ие болады екенбіз. Қыл қаламмен жұмыс жасаған кезде өте бір сақтық, тазалық керек болады екен. Себебі қыл қалам егер орынсыз дұрыс қолданбасақ, біздің бейнелеп отырған суретіміз дұрыс пайда болмай қалуы мүмкін екен. Қыл қалам туралы жұмыс жасайтын кезімізде біз балаларға ертегілер арқылы жеткізуімізге болады екен. Балдардың мысалға қыл қаламмен танысу үшін қыл қалам апайдың қыл қалам қыздарымен таныстырып, оларды қалай ұстау керек екендігін түсіндіреміз. Қыл қаламды ұстау, ручка, қалам ұстаған сияқты ұстауға болады екен. Немесе алақанымызға ұшын тигізіп, өзімізге ыңғайлы саусағымызбен, сұқ саусағымызбен ұстап сурет салуымызға болады екен. Немесе оны бұлай ұстауымызға да болады екен. Демек, өзімізге қалай қолайлы болса. Негізінде қыл қалам апайдың қыздары қыл
қылқаламдар өздері өте нәзік болғандықтан олар бояуға қатты белшесінен батырмай, оның ұшын ғана тигізіп, суға бірінші қылқаламды басып аламыз да, мысалға мынау біздің ұшы жалпақ қылқалам. Оны суға батырып аламыз да, содан кейін бояуға батырып, неге қағазға жаймен ғана өзіміздің салған қалам мен салған суретіміздің сыртын ғана сыртынан шығарып жібермей ғана әдемілеп бояйды екенбіз. Оның пайдалануының жаңағы жұмыс жасап атқанда пайдаланып болғаннан кейін оны суға салып, әбден жуып, одан кейін жоғары қарай, ұшын жоғары қарай қоюымыз керек болады. Солай құрғаса, ол ұштары шашырап кетпейді екен. Қыл қаламдарды әртүрлі материалдардан, әртүрлі табиғи материалдардан жасалады екен. Ол жасанды материалдардан жасалуы мүмкін, капрондардан, немесе тиынның, немесе басқа жаңағы аңдардың несінің қылдарынан жинақтауға болады екен. Оның ұшы, оны ұстайтын жаңағы қалам сап жағы әртүрлі материалдардан болады. Мысалға, мынау каучуктан жасалса, мынау ағаштан жасалған болады екен. Бұл қылқаламмен жұмыс жасаудың қағидалары еді. Мына жерде түстердің ұқсастығынан көктен қызыл, сары, жасыл, міне деп тұрда бұлайына, ал бұлай қараған кезімізде біз вертикалына қарағанда, ал бұлар мынау жаңағы көк, бәрін көк дейміз. Ал бірақ бұлардың бір-бірінен айырмашылығы жаңағы реңктерінде болады. Себебі бұлардың жаңағы ақшыл түсі көп болса, онда ол ашық көк болады. Егер қара түсі көбірек болса, онда тойғын көк болады екен. Сондықтан да түстердің табиғатта қолданылуы оның жарығына және түскен көлеңкесіне қарап бөлінеді екен. Түстерді негізінен біздің бағанағы айтылған ахроматикалық түстерімізден бөлек хроматикалық түстеріміз кемпір қосақтың түрлері келтіріп шығарады екен. Мысалға айтатын болсақ, мына жерде түстер бір-біріне қарай үйлесімділікпенен өтіп отыр. Мынау кемпір қосақтың түстерін айтатын болсақ, олар бір-бірінен үйлесімділік тауып әрі қарай өтіп отырады екен. Енді қазір біз сіздермен жұмыс орындайық. Түстердің практикалық жұмыс орындаймыз. Мен сіздерге топпен бөліп отырсыздар, мен сіздерге қазір тапсырма беремін. Бірінші топ сурет салу әдістерінде басып алу сурет салу әдісін пайдаланамыз. Әрине біздің пайдаланатын құралдарымыз акварель краскілері болады. Акварель краскілеріне сендер өздеріңіз тобыңызбен келсесіңіздер қандай сурет салу керек екендігін. Содан кейін бір суретті, сол суретті акварель красканы қағазға саламыз, екіншісін шыныға салып, соны басып алу әдісімен орындаймыз. Екінші, сіздер балауызды қолданасыңыздар, сіздер де өздеріңіз келсесіңіздер қандай сурет салатындарыңызды. Одан кейін қыздар кедергі жасамаймыз бір-бірімізге, балауызды қолданып, салған суретіміздің жиектерін балауызбен басып аламыз да, одан кейін оны қара түске бояймыз. Барлық бетін түгелімен. Содан кейін қара мен ақтың үйлесімділігін көреміз. Тек қана жаңағы туындылар түстерден емес, қара түс пен ақ түстің үйлесімділігінен пайда болатын. Ал екінші сол суретті акварель бояумен саласыңыз. Түсіндікті ғой да? Уақыт сендерге 5 минут. Сіздер мына жерге мен натюрморт дайындап қойыппын, енді қолда бар материалдармен. Мынаны сәл кішкене былай аламыз. Сосын сіздер біреуі карандаш пен екіншісі акварель краскымен сурет саласыңыздар. Сендер де топпен жұмыс жасайсыңыздар. Түсінікті ғой да тапсырма? 5 минут уақыт кетеді. Бастадық. 25 минут өтті, 5 минут қалды.
Kuaş kullanırsınlar mı kızlar? Kuaş kullansanız da olur. Әрине түстер үйлесіп тұру керек. Су берейік. Basın kızıl olacak yani. Yani basın kızıl olacak ekran. Nefes
келе қойыңдар. Бірінші топ. Біз бұл жерде басып алу әдісін орындадық. Ең алдымен біз ақ қағазға гүлдің суретін салдық. Кейін оны біз бұл жердегі әйнектің үстіне тікесіне қойып, бұл кетпей тұрып тікесіне қойып, біз басып алдық. Ешқандай бүкіл зат басып алу кезінде бізде кішкене бұл жер тез кетпегеннен бұл су кішкене жайылып кетті. Құрғауын күту керек еді. Құрғауын күту керек еді негізінде. Отырыңыздар. Келіңіздер екінші топ. Біз суретті бірінші қаламменен салып алып, қаламның үстінен балауызбен сүрттік. Балауызбен сүрттік болып, қара түспенен бояғанда суретіміз осылай шықты. Дәл осы суретті біздер аквариуммен боядық, сонда осындай сурет шықты. Табиғат болмыз. Жарайсыңдар. Өте керемет. Қараңыздар. Ақ пен қараның үйлесімділігі де ақ қарандаш пен ақ қаламмен салғандай болып тұр. Балауызбен бояған. Келіңіздер, үшінші топ салған суреттеріңізді көрсетіңіздер. Қорғаңыздар. Біз акварельдерді пайдаланып натюрморттың суретін бейнеледік. Және натюрморттың суретін бейнелегенде жол түстерді пайдаландық. Және оны карандашпен салып, оны карандашпен де боядық. Қара қаламмен салынған сурет пен акварель красканы пайдаланып салған суреттің екеуінің айырмашылығы. Келіңіздер, мынаны екеуін салыстырайықшы. Мынада қара түспен тұрады. Қара түспен мына жерде қараңыздар. Көтер. Мынада балауызбен салынған, мына жерде қарандашпен салынған натюрморт. Мына жерде пейзажда қараңыздар. Мына жерде қара карандашпен сызып алып, үстіне балауызбен сызып шықтық, бірақ орнына ақ қалам пайдаланғандай болып тұр. Ақ пен қараның үйлесімділігі өте жақсы шыққан. Жарайсыңыздар. Тұрыңыздар. Енді әр топ өздеріңіз қолдарыңызда смайликтер бар. Топ бір-біріңізді бағалаңыздар. Бірінші топтың бағасын беріңіздер, екі топ. Бірінші топтың бағасын екі топ кетірек береді. Топ жетекшісінің ойына таға қойыңыздар. Сіздердің тәжірибеңіз өте сәтті шықты. Қорғауда өздері білмеймін неге екенін көп күлді да. Екінші топтың бағасын беріңіздер, екі топ. Балауызбен салуызбен саяғын қорғағаны. Балауызбен салған суреттерің өте керемет шықты. Жасаған жұмыстарым өте сәтті шықты. Жарайсыңыздар. Үшінші топтың натюрморттың бағасы екі топ. Үшінші топтың бағасы екі топ береді. Енді практикалық жұмыс өте орынды, жақсы орындалды деп есептеймін. Топ өте жақсы белсенді қатысты. Енді және екінші практикалық жұмысымыз бар. Ол бірінші, екінші, үшінші, төртінші сыныпта көркем өнер сабағынан біз осы түстерді балаларға қалай түсіндіреміз. Әр топ өздері бір сыныпты таңдап алып, сол сыныпта қайсы кітабы бойынша қысқа мерзімді жоспарын жазып, топпен әрине жұмыс жасаймыз. Одан кейін сол сыныпта қайсы сыныпта, екінші, үшінші, төртінші сыныптарда қайсы сыныпта
түстерді қалай түсіндіреміз әдістемесі бойынша сабақ өтеміз. Тек қана 5 минутты қысқа сабақ өтеміз. Келін бастаймыз сабақ дайындалуды. Бұл да 5 минут. Бастадық жұмыс жасауды. Гүлдана бастаймыз. Бастаймыз Гүлдана. Құрметті оқушылар, барлығымыз орнымыздан тұрайық. Оқу мақсатына жету үшін қазір біз практикалық жұмыстар жүргіземіз. Нешінші сыныпта жұмысыңыз? Біз 4-ші сыныппыз. Ортаға, барлығымыз қолымызды ортаға жақындатайық. Бұл от жанып тұрған майшам. Қауіпсіздік ережесін ұстаймыз. Қолымызды қатты тақамаймыз. Қолымыз жарақаттанбас үшін. Жақсы оқушылар. Бұл біз не байқадық? Жылылықты байқадық. Майшамның оты қандай түсте? Қызғылт, сары. Дұрыс айтасыңдар. Біз қызғылт, сары түстерді байқадық. Және бұл жылылықты белгілейді. Бұл сонымен жылы түс. Біз бүгін жылы түстерді өтеміз. Жылы түске қызғылт, сары түстер жатады екен. Қане барлығымыз бірге сары түсін және қызыл түсін орысша, ағылшынша аудармасын айтайық. Қызыл, красный, ред. Дұрыс айтасыңдар. Екінші, сары, желтый, yellow. Жарайсыңдар. Very good. Келесі, менің қолымда не тұр? Қар. Барлығымыз ортаға қолымызды жақындатамыз. Ұстаймыз. Нені байқадық? Суық. Бұл қандай түс екен? Ақ және көгілдір. Суықты байқадық және ақ көгілдір түстерді байқадық. Бұл нені білдіреді екен? Суық түстерді. Суық түстерге қандай түс жатады екен? Ақ, көгілдір, қара. Дұрыс айтасыңдар. Қыста бізде көбіне ақ көгілдір түстер білдіреді. Бұл суықтықты, суық түстерді білдіреді. Яғни суық түстерге ақ көгілдір түстер жатады. Барлығымыз бірге ақ көк түстерін орысша, ағылшынша аудармасын айтамыз. Қанекей, ақ, белый, white. Көк түсі, көк, синий, blue. Жарайсыңдар. Тамаша. Енді қазір біз орнымызға отырамыз. Сендер жылы түстерді және суық түстерді ажырата аласыңдар. Бұл біздің оқу жетістігіміз. Қазір алдарыңызда берілген қағазға бірінші топ жылы түстерге арналған жыл мезгілін, яғни оған жылы түстер жаз мезгілі боялады жылы түстерге. Ал екінші топ суық түстермен жұмыс жасаймыз. Суық түстер қай жыл мезгілі суық түстермен боялады деп ойлайсыздар? Қыз өздері айтқандай қыз. Бірінші топ жаздың, күздің немесе күздің, ал екінші топ қыстың суретін саламыз. Екінші топ. Нешінші сыныпта алдыңыз, Жансая? Біз 4-ші сыныпта алдық. Бояулар сыры. Оқушылар біз қазір бояулар сырыменен кеңірек танысайық. Өзімізді қоршаған табиғатқа ортаға көңіл бөліп қараңдаршы. Қандай керемет, ашық аспан, ашық бұлттар, көшедегі машиналардың түстері де әртүрлі. Осындай сан алуан түстердің негізін 3 түрлі түс құрайды. Олар қызыл, көк, сары. Оқушылар осы түстерді 3 түрде айтайық. Қызыл орысша аудармасы, красный,
көктің орысша аудармасы синий, қызылдың сарының орысша аудармасы. Осыларды ағылшын тілінде айтайық. Қызыл red, көк blue, сары yellow. Осы үш түстер бір-бірімен араластыра отырып, қалған қосымша түстер пайда болады. Қазір бәріміз бірге кемпірқосақтың суретін салайық. Кемпірқосақтың суреті тақтада көрсетілген. Суретке қарап кемпірқосақтың суретін сызамыз. Жарайсыңдар. Оқушылар кемпірқосақта неше түс бар екен? 7. Иә, дұрыс, 7 түс бар екен. Олардың 3-еуі негізгі түстер және қалған 4-еуі қосымша түстер. Жарайсыңыздар. Үшінші топқа келеміз. Үшінші топ. Біз 2-ші сыныптың бейнелеу өнер кітабын алдық. Оқушылар, мына суреттерге назар аударайық. Бұл суретте нелер бейнеленген? Алма. Керемет. Бұл денелердің түстері қандай? Жасыл. Орысша аудармасы? Зеленый. Ағылшынша аудармасы? Өте керемет. Және де бұл денелердің суреттері, реңктері бірдей ме? Жоқ. Дұрыс айтасыңдар. Расында да бұл жасыл түс, ал оның реңктері алуан түрлі. Реңк дегеніміз ол бір түстің бірнеше түрге түрлену болып табылады. Және де әрбір бір түстің түрліше әр түрге реңктері болады. Және де олар құбылмалы болып келеді. Оқушылар, естеріңізге түсірейікші, жасыл түсті шығару үшін қандай түстердің қоспасынан тұрады? Көк, сары. Көк және сары. Дұрыс айтасыңдар. Сары мен көк түстердің қоспасынан тұрады. Олай болса, палитрамен жасыл түс шығару үшін біз көк қаламды алып, алдымен сары түсті көбірек аламыз, қағазымызға жағып. Жетісіп жатыр. Одан кейін көк түсті бояуымызды азырақ алып,
сары түспен араластырамыз. Бізде сол кезде ашық түсті жасыл пайда болды. Ал керісінше көк түсті бояуымызды көбірек алып, сары түсті бояуымызды азырақ алып араластырамыз. Қою түсті жасыл пайда болды ма? Иә. Жасыл түс болғанмен, олардың реңктері екі түрлі болып шықты. Олай болса, осы түстерімізді пайдаланып, жапырақ пен алманың суретін салайық. Қарандашты пайдаланамыз ба? Бірінші. Қарандашты пайдаланамыз. Алма және оның жапырағы суреттесек те болады да, екеуін бірге. Алманы ашық түсті жасылмен бояймыз, ал жапырақты қою түсті жасылмен бояймыз. Жарайсыңдар. Әйгерім жарайсың. Суретіміз салып болдық па? Өте керемет. Олай болса суреттерімізді көрсетейік. Керемет.